Қазақ күресі еліміздегі ең танымал спорт түрі. Жыл өткен сайын елімізде қазақша күреске деген қызығушылық артуда. Көптеген беделді ұлттық және халықаралық турнирлерде ұйымдастырылуда. Теміртау қалалық қазақша күрес мектебінің тәрбиеленушілері республикалық және халықаралық турнирлерде белсенді түрде өнер көрсетіп келеді. Теміртау қаласының мектебінен 5 оқушымыз барды. Сол 5 оқушымыздың жүлдеге іліккендері Нұржанов Арман өз салмағында жеңімпаз атанды. 48 килограммда қызымыз Төлеубаева Назира өз салмағында чемпион атанды. Және де бұл 60 килограмм салмақта Дүйсенбаев Ақжол жүлдегер атанды. Арман Нұржанов 42 келі салмақтағы ұлдар арасындағы 4 жекпе-жек өткізіп, чемпион атанды. Финалда теміртаулық жауынгер спорт интернатының тәрбиеленушілерімен кездесіп, жаттықтырушы Дулат Ниханбаевтың шәкірті бұл жекпе-жекте таза жеңіске қол жеткізді. Екібастұз қаласында республикалық турнирде чемпион атандым. Мен 4 схватка күрестім. Бірінші схватка Алматының баласымен күрестім. Екінші схватка Павлодар облысының баласымен күрестім. Үшінші схватка Екібастұздың баласымен күрестім. Финалдық кездесуде Петропавловсктың баласымен күрестім. Оны жартылай әдісімен өттім. Маған жарыс ұнады. Мен алдағы уақытта чемпион олимпиада болғым келеді. Қазақстанымыздың туын желбіретіп, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болғым келеді. Назира Төлеубаева қыздар арасындағы 48 келі салмақта 4 жекпе-жек өткізді. Финалда теміртаулық спортшы спорт интернатының тәрбиеленушімен кездесіп, таза жеңіске қол жеткізіп, чемпион атанды. 60 келі салмақта Теміртау қаласының спорт мектебінің тәрбиеленушісі Ақжол Дүйсенбаев өнер көрсетті. Спортшы өз жерлестерімен қатар 4 жекпе-жек өткізіп, екінші орынға күресте жеңіліске ұшырап, қола жүлдеге ие болды. Турнир республикалық күнтізбе бойынша өтіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлерге спорт шебері үміткерлерінің атағы берілді.